Екі балықшының оқиғасын, иә, барлығымыз білетін шығармыз. Екі балықшы көрші, ана екеуі бір-біріне. Біреу Аллаға сенеді екен де, кәдімгі жалғыз Аллаға иман келтірген, екіншісі мүшрик екен, құдайларға сенеді екен. Үйінде бірнеше пұт бар екен былайдай. Сөйтіп екеуі таңертең көлге шығады екен, балыққа. Мынан айтып кеткен естиді екен да, уа құдайлар деп шығып келеді екен ше. Уа құдайлар, ризық несібемді кең қыл деп ше. Мынау я Алла саған тәуекел еттім деп шығады жаңа. Сөйтіп көлге барады. Мынау жаңа құдайлар дейтін бар ғой. Қармақты лақтырса болды, балық түсіп жатыр ғой. Мынау Аллаға сыйынып келген жаңа қасқа. Лақтырады жоқ ештеңе. Шам уақытысы болады ғой, ойлан, азаннан кешке дейін бір балық түспеген кезде Құдай туралы не ойлайсың? Азаннан Аллаға сыйынып шыққансың үйден. Кәдімгідей намазыңды оқып екі рәкат тәуекел ет. Салауат толтырып жүрсің оның ішінде мысалға да. Жоқ ештеңе. Бір кезде шамның уақытысында мына бейшараға жаңа бір балық түседі ғой. Қуанып кетіп бір балық енді Алла берекетін берсін деп несінен қармақтан суырып алып жатса, ана балық тірілеген секіреді де көлге қарай қайтадан секіріп кетеді, жаңа қолынан шығып кетеді. Мынау деген себет толып қалған жаңа, құдайларым ай рахмет деп қайтып барады. Сонда мына пенде не ойлайды енді қарасыңызшы? Не ойлайсың? Автоматты түрде ананың дініне өтіп кетуі ықтимал ғой дұрыс. Бір құдайға сыйынып келдің, дым жоқ. Так что құдайларға сыйынған нормально деген сияқты. Сонда періштелердің өзі қиналып кеткен дейді. Бұл оқиға имам Абу-Лайс Самарқандидің кітабында келеді, Танбихул Ғафилин деген. Періштелер қиналып кетті дейді. Алла мынау қалай болып кетті деген ғой. Мынау аз саған сыйып шықты ғой, мынау тәуекел етті. Сонда базарда істейтін кісілерге күштен болды не дейді. Кеше бір кісі айтады, кәдімгі намаз оқып не қылып шығасың дейді, кейде дым болмайды дейді да, қара кешке. Сол ойланып қаламын дейді да, Құдай қалай болды сонда деген сияқты. Көрдіңіз ба? Сондайға алып барады мұсылман шайтан, сондайға дейін алып барады. Сөйтіп не істейді? Жаңа періштелерге Алла тағала айтады ғой, ананың жәннаттағы үйін көріңдер деп айтады. Сұмдық үй салып тастаған дейді Алла жаңа кісіге ше. Балық түспеген кісіге ше. Сондай зәулім үй салған дейді Алла. Ал енді мынаның үйін көріңдер оттағы дейді. Тозақтан ананың үйін көрсетті дейді жаңа Алла тағала періштелерге. Сол кезде барып Алланың хикметін не істеді? Періштелер түсінген сол кезде барып. Демек, енді бұл жерде не шығып жатыр? Демек, ана жаңағы балық түспеген кісі бар ғой, соңында да айырылып қалған бейшара. Бұл таққанса, ең соңына дейін Алла туралы не болған? Жақсы ойда болған, көрдіңіз ба? Егер де оның ойы бұзылып кеткенде, оның жәннаттағы үйін істейтін бейді көрсетілмейтін еді. Соңына дейін ол не істеді? Алла туралы жақсы ойда болған ғой. Көрдіңіз ба? Сондықтан пенде Алла туралы әрқашан жақсы ойда болу керек.